Ескі көліктердің жүруіне шектеу қойылуы мүмкін. Мұндай ұсыныс Алматының қоғамдық кеңесінде көтерілді. Онда қаладағы атмосфералық ауаның сапасын жақсарту мәселесі жан-жақты талқыланды. Тенгриньюс порталының жазуынша, бас қосудың негізгі тақырыбы қоғамды ауа сапасын жақсартуға бағытталған шешімдерге белсенді тарту. Сонымен қатар, қала тұрғындарының экологиялық проблемаларға араласуын арттыру және оларды шешу жолдарда сөз болды. Отырыс барысында былтыр жүргізілген зерттеу нәтижелері айтылды. Сөйтсе, түрлі талдаулар Алматыдағы ауаны негізінен көліктердің ластап жатқанын көрсеткен. Машиналар жалпы зиянды шығындылардың 60%-ын құраған. Яғни жылына 189 мың тонна ластаушы зат қоршаған ортаға тараса, соның 112 мың тоннасы темір тұлпарлардан, 52 мың тоннасы өнеркәсіптік кәсіпорындардан, ал қалған бөлігі жеке үйлер мен шағын бизнестен бөлінетін көрінеді. Алматы Air Initiative қорының жоба менеджері Рафхат Мұхтаровтың айтуынша, шаһардың ауасындағы зиянды заттардың деңгейі белгіленген нормадан орта есеппен 4,8 есе жоғары. Ал көлік саласының сарапшысы Елена Ерзакович болса, қоғамдық көлікті дамыту жұмыстарын күшейту қажет дейді. Оның пікірінше, автобус жолағының санын арттыру маңызды. Сондай-ақ автотұрақтар арқылы ластану деңгейін төмендетуге болатынын айтты. Ал Алматы қаласы мәслихатының депутаты қала билігіне ескі көліктер санын азайту бойынша кешенді шараларды шұғыл жүзеге асыру керектігін жеткізді. Отырыс қорытындысы бойынша Еуро 0 мен 4 экологиялық санатындағы көліктерді пайдалануды шектеу арқылы төмен шығындылар аймақтарын құру ұсынылды. Көлік түріне қарай экологиялық таза аймақтарға кіру үшін төлем енгізу жайы да көтерілді.